Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен индийский манты жасайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамыры өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне, көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ болады. Бізге керек заттар ет, пияз, қызанақ, картоп керек болады. Осылай етімізді ұсақтап турап аламыз. Бұл рецептпен жасап көріңіздер қыздар. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Пиязымызды да ұсақтап турап аламыз. Қызанағымызды да ұсақтап турап аламыз. Барлық керек затымызды алдын ала осылай дайындап алсаңыздар, өздеріңізге жеңіл болады. Картопымызды де турап аламыз, ұсақтап. Барлығын дайындап аламыз. Міне, видеодағыдай болып шығады. Қызып тұрған табаға алдымен етімізді қуырып аламыз. Етімізді жақсылап араластырып алып, үстіне пиязымыз бен қызанағымызды саламыз. Пияз бен қызанақтың сөлі бөлінгендіктен бұл кезде су құюдың қажеті жоқ. 15-20 минутқа қақпағын жауып қойып қоямыз. Сол аралықта қамырымызды илейміз. Бізге бір жұмыртқа, тұз, су қажет болады. Үстіне електен өткізіп, ұн салып, жақсылап илейміз. Бір зуала қамыр шықты. Жақсылап илеп аламыз. Июі қанғанша 15-20 минутқа бетін майлықпен жауып қойып қоямыз. Міне қамырымыз дайын. Енді дөңгелек етіп жайып аламыз. Қамырымызды жұқа ғып жайғанымыз дұрыс қыздар. Міне сұйық майымызды жағып, барлық шетіне сұйық майымыз жағылуы тиіс. Осылай оқтауға орап аламыз. Пышақпен кесіп аламыз. Және қамырымызды әр бөлікке кесіп, бір ыдысқа салып қоямыз. Піскен кезде арасы ашылып, өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Міне, дайын болды. Тавамызға картопымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл уақытта үстіне қайнаған су құйып, тұзымызды сеуіп, табанның қақпағын жауып қоямыз. Және 15 минуттан кейін қамырымызды салып шығамыз. Осылай рет-ретімен салғандарыңыз дұрыс. Қамырдың бетіне суы сәл шығып тұруы керек. Қақпағын жауып 40 минутта пісіреміз. Міне осылай шықты. Қыздар, менің каналыма жазылып қойыңыздар. Ас болсын.